Ketdim. Бүгінгі күнде жүгінген мысалы қарым-қатынастан 300 миллионға дейін беріледі. 100 миллионға дейін соғыс категориясына беріледі. Үстіндегі 200 миллионға залог категориясына беріледі, яғни тәминат болу керек. Тәминатқа автотранспорт, тұрақты нарық, атыраған ғимараттар алынады. Проценті 5 сайфаға бөлінеді, мысалы үшін өрт қаласы үшін 22% болады. Міндеті 84 арнайға, яғни 7 жылға беріледі. Үшінші айдағы 2 жылға дейін алынады. Тек арқылы сатып алуға, болмаса оборотқа беріледі. Оборотқа 12 айға беріледі, тек арқылы сатып алу үшін 7 жылға беріледі. Қызмет көрсетуге тек шығаруға, сауда-саттыққа беріледі. Сауда-саттыққа тек оборотқа беріледі. Егер тек арқылы сатып аламын десе, ол 7 жылға беріледі. Bundan tысқары юридик шыққандар қандай кредиттер бар? Bundan тысқары мастер кредиттер бар, 3 жылға берілетін бизнес стартап деген проектіміз бар, ол 3 жылға беріледі. Ол мақсатсыз, яғни қалған мақсатты пайдалану үшін шотына түсіріп беріледі. Шотынан нақ алып, қалған мақсатты пайдаланса болады. Оған тәминат тегеріне беріледі. Тәминатқа автотранспорт, тұрақты ғимарат, атыраған ғимараттар алынады. Көрсінде беріледі. Оған ол сығырта тегеріне, яғни фискал шарттың кепілі тегеріне беріледі. Максимумдар 20 миллионға жетеді. Шаһарда тартымдағы. Жаңадан ашылған МЧЖ-ға ясылар қандай тұрады? Тасым ашылған ясыларға жаңағы бизнес стартаптар, яғни тескары 2 деген проектіміз бар. Бизнес стартап 300 миллионға жеген беріледі, ал тескары 2 500 мың ақша жеген беріледі. Ода проценті 30% болады. Егер де 2 жұмысшы орын жаратса, проценті 6 пунктке азаяды, яғни 25% беріледі. Бірақ 2 ай ішінде 2 жұмысшы орын жарату керек. Бұл залог деген тәминат дегенде, тәминатқа автотранспорт, тұрақты ғимарат, атыраған ғимараттар алынады. Залогтан келіп шығып беріледі. Пайызлар қандай болады? Пайызлары 31%-дан басталады. 2 ай ішінде 2 жұмысшы орын жаратса, 6 пунктке кемейеді, яғни 25%-ке түседі. Бұл мақсатсыз кредит. Алып, нақты көріністі алып, шотын қосып нақтылап алсаңыз, қалған мақсатты пайдалануға болады. Өзіңіздің сервисін келіп шығарады. Яғни сіз қандай кредит еді? Мен кредитіміз депозитпен жеңді. Депозитпен. Апа сіздікі? Нет, еще за ней қарағым. Арсан түсіндірдің ғой? Ал үшкенге жаңағыдай бизнеске алынатын егер дегеніміз бар, бұл бойынша 7 жылға тек арқылы сатып алу үшін беріледі. Тек арқылы сатып алу зданияның өзін ала аламыз ба? Здания өзін алуға, здания сатып алуға дәстепкі, мысалы үшін здания 300 миллион болса, дәстепкі 100 миллион соғыс категориясында 200 миллионны залог категориясына беріледі. Дәстепкі мүлки залог 60% болу